Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өзімнің қысқа помидор тұздау әдісімен бөлісетін боламын. Алдымен стерилденген банкімізге осылай горошек бұрыштарымызды салып шығамыз. Менде 2 литрлік банкілер. Крышкілерді тоже банкілермен бірге қайнатып аламын. Және видеодағыдай әр банкіге лавр жапырағын, укробымызды және әр банкіге 2 тишеден сарымсағымызды саламыз. Енді әр банкіге қалауыңызша сладкий перец салып шығасыз және осының үстіне жақсылап помидорларымызды орналастыратын боламыз. Енді осы помидорларымыздың үстіне суымызды құйып, толтырып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін осындай арнайы сетка крышкамен суымызды төгіп тастаймыз. Барлық банкідегі суымызды төгіп тастадық. Енді дәміне қарай үлкен қасықпен 1 қасық тұз салып шығамыз. Және 2 қасықты толтырып шекер салып шығамыз. Шай қасықпен 1 қасық 70% уксус құйып, үстіне видеодағыдай суымызды құйып, закрывашкамен жабатын боламыз. Менің закрывашкам дәл видеодағыдай. Видеоға мән беріп қарасаңыздар, көк печать соғылған. Бұл оригинал закрывашка деген сөз. Осылай 2 қайтара жауып шығам. Жауып болғаннан кейін міндетті түрде дәл осылай тексеріп шығам. Ешқандай су тамбау керек, ауа сормау керек. Сосын банкіні міндетті түрде төңкеріп қою қажет. Бұл помидор тұздаудың өте оңай тәсілі. Міндетті түрде осы тәсіл бойынша жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Егер менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Тұздаған помидорларыңызды міндетті түрде жылы көрпешеге орауды ұмытпаңыз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіз.